Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейтудің үлестірімділік қасиеті, есептер шығару. Сабағымыздың мақсаты көбейтудің үлестірімділік қасиетін есеп шығаруда қолдану. Нөмір бірінші мысалды қарастырайық. Гүлбақтағы алаң гүлзармен безендірілген бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Мысалы, мына бірінші гүлбақта қарастырайық, иә? Бұл жерде міне мұнда 4 ақ гүлзар, иә? Мұнда 2 қызыл гүлзар, және осылардан неше қатар бар? 3 қатар бар, иә? Енді бізге осы бағбанға осы гүлдерді санау үшін бірнеше тәсілді көрсете аламыз. Мысалы, біз ақ гүлдер мен қызыл гүлдерді қосып алып, оны 3-ке көбейте аламыз. Өйткені дәл сондай 3 қатар бар, иә? Яғни 4 қосылған 2 көбейтілген 3. Сонда 4-ті 2-ке қосып аламыз. 6 болады. 6-ны 3-ке көбейтеміз. Тең болады 18, иә? Сонда бізде бұл жерде 18 гүл бар екен. Немесе, мысалға жаңа екінші тәсіл, мына 4 ақ, иә? Және 2 қызыл, әр қайсынан 3 қатардан бар. 3 қатар қызыл, 3 қатар ақ гүлзарлар, иә? Енді оны қалай істеуге болады? Бірінші 4-ті 3-ке көбейтіп алам, иә? Оған қосамын, 2-ні 3-ке көбейтіп алам. Өйткені 2 қатардан қызыл гүлден 3 қатар бар. 2 қызыл гүлдерден, иә? Және 4 ақ гүлдерден 3 қатар бар. Сонда барлығын қосып аламыз. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 12-ке 6 қоссақ 18. Осында 2 тәсілді қолдануға болады. Жаңағы 2 тәсіл, яғни қосындыны санға көбейтудің, яғни жаңағы 2 тәсіл, бірінші тәсілі қосындыны тауып, оны санға көбейту, екінші тәсіл әр қосылғышты сол санға көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосу. Бұл осылар 2 тәсіл көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп аталады. Енді мысалға бізде мынандай тік төртбұрыш бар, мысалы периметрді біз қалай табамыз? Біз қабырғаларын, ұзындықтарын қосып аламыз да 2-ке көбейтеміз. Неге? Өйткені олардың дәл сонда 2 қарама қарсы жатқан қабырғалары өйткені бірдей, сондықтан біз 2-ке көбейтіп отырмыз. Өйткені мыналар қайталанады. Енді бұл бір, жаңа мысалға осы берілген тік төртбұрыштың ұзындығы мысалы 5 см, ал ені 3 см деп алатын болсақ, енді осының периметрін табатын болсақ, мына тәсіл бойынша қалай қосам? Біз 5 пен 3-ті қосып аламыз да, оны 2-ке көбейтеміз, яғни тәсілді қолданамыз. Яғни 8, 2-ке көбейтсек 16 см. Немесе біз не істей аламыз? Периметрін табу үшін мына ұзындығын 2-ге көбейтіп, өйткені 2 ұзындығы бар, міне. Сосын енін 2-ге көбейте аламыз, өйткені 2 ені бар. Сонда 5-ті 2-ге көбейтем, қосылған 3-ті көбейтілген 2-ге. Сонда 5-ті 2-ге көбейтсем 10, 3-ті 2-ге көбейтсем 6, 10-ды 6 қоссам 16 см. Яғни осының барлығы көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп аталады. Біз негізі периметр табуды білеміз, периметр табу дегеніміз барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосып шығу деген сөз. Біз бұны көбейтумен мынандай түрге айналдырдық, өйткені олардың қарама қарсы жатқан қабырғалары тең, яғни мына 2-еу тең, мына 2-еу тең. Сондықтан біз 2-ке көбейтіп отырмыз. Немесе жаңағыдай бірінші ұзындығын көбейтіп алып, сосын енін көбейтіп алып, 2-ін қоссақ болады. Нөмірі 3-ші мысал есепте. Бірінші тәсілді қолданайық. Мысалы, жақшаның ішіндегін қосып аламыз. 20-ға 30-ты қосамыз. 50, 50-ді сосын барып 5-ке көбейтеміз. Мұнда 5-ті 5-ке көбейтеміз. 25, сосын 0-ын жазамыз. Сонда 250. Енді екінші тәсілді қолданайық. Яғни 70-ті 4-ке көбейтіп аламыз. Қосамыз. 20-ны 4-ке көбейтеміз. Мысалы, 70-ті 4-ке көбейтсек, 7 мен 4-ін көбейтсек 28, және 0 бар, 280, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, және 0 бар мұнда 80. Сонда қанша шығады? 360 шығады, Мысалға, 5 пен 4-дің қосындысы 9, 9-ды көбейтеміз 70-ке. 9 жерде 7 қанша? 63, және 0 бар. Сонда 630 шығады.
Мысалы 3 пен 4-тің қосындысы 7, оны 30-ға көбейтем. Яғни 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21 және 0-ды не істеймін, мынаның артына қоям. Яғни сонда 210 болады. Мысалы 20 мен 10-ның қосындысы 30, оны 6-ға көбейтемін. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18 және мұнда 0 бар. 180. Тағы да екінші тәсілді қолданайық. 40-ты көбейтемін 2-ге, қосамын 30 көбейтілген 2. Мысалы 40-ды 2-ге көбейтсек 80, 30-ды 2-ге көбейтсек 60, 80-ді 60-қа қосақ қанша болады? 140. Гүлзардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Мынаның периметрін табу керек. Бірінші гүлзардың периметрі ені 4 метр және ұзындығы 6 метр. Гүлзардың атауы А, Б, С, Д. Яғни А, Б, С, Д периметрін табамыз. Бірінші тәсіл, яғни әр қабырғасын қосып шығу. Мысалы 4-ке қосам 6-ны, қосам 4-ті, қосам 6-ны, сонда 20 метр болады. Немесе екінші тәсіл, не істейміз? Екеуін қосып аламыз, қабырғаларын, сосын 2-ке көбейте аламыз. 4-ті 6-ға қоссақ 10, 10-ды 2-ке көбейтсек 20. Немесе үшінші тәсіл, әр қабырғасын 2-ке көбейтіп шығамыз. Яғни 4-ті 2-ке көбейтемін, қосамын 6-ны көбейтем 2-ке. 4-ті 2-ке көбейтем 8, 6-ті 2-ке көбейтем 12, екеуін қосындысы 20 метр. Бұнда дәл солай, F, E, G, H. Не істейміз? 20-ны 10-ға қосып аламыз да 2-ке мысалы көбейтеміз. 30, 30-ды 2-ке көбейтсек 60 метр болады. Немесе тағы да, екінші тәсіл, әр қайсын көбейтіп шығамыз. 20-ны 2-ке қосамын, 10-ды 2-ке көбейтем. 20-ны 2-ке көбейтсем 40, 10-ды 2-ке көбейтсем 20. 40-қа 20-ны қоссам 60. Ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 метр квадрат бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек? Яғни бізге мына бақ берілген, оның ұзындығы 7 метр. Ал оның ауданы 21 метр квадрат. Бізге нені табу керек дейді? Периметрін. Яғни бағбанға қанша метр қоршау керек? Осыны табу керек. Ол үшін біз бірінші мына белгісіз ені тауып алу керекпіз. Енін қалай табамыз? Біз ауданын тапқан кезде ұзындығымен енін көбейтеміз. Енді екеуін біреу белгісіз болған кезде біз ауданды сол белгілі ұзындыққа бөлеміз. Яғни 21 метр квадратты 7 метрге бөлеміз. Сонда 3 метр шығады. Енді ені 3 метр, ұзындығы 7 метр болатын. Мына бақты қоршау үшін қанша метр қоршау керек екенін табу үшін не істейміз? 7-ге 3-ті қосып аламыз да 2-ке көбейтеміз. Мұнда 10, 10-ды 2-ке көбейтсек 20 метр. Сонда 20 метр қоршау керек екен. Тік төртбұрыштың периметрі 20 метр, ал ұзындығы 6 сантиметр. Тік төртбұрыштың енін тап. Мен бізде жазылып тұр, периметр 20 сантиметр. Мына ұзындығы, яғни BC қабырғасы бізде 6 сантиметр. AB қабырғасы бізде белгісіз. Енді міне бізге формуласы берілген. Біз бірінші периметрін 2-ке бөліп аламыз да, одан мына белгілі, яғни мына ұзындықты алып тастаймыз. Олай болса AB-ны табайық. AB-ны табу үшін 20-ны 2-ке бөлеміз де, одан 6-ны алып тастаймыз. 20-ны 2-ке бөлеміз 10, 10-нан 6-ны азайтамыз 4. Сонда оның енінің ұзындығы 4 сантиметр екен. Нөмірі 7-ші мысал, біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар, яғни неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызғанын табу керек. Яғни есеп не туралы? Балалардың ағаш отырғызғаны жайлы. Яғни жартысы. Біз егер бөлшекпен алатын болсақ, жартысы деп біз 2-ден 1-ді аламыз. Яғни жазамыз. Жартысы 2-ден 1-і қайыңды отырғызды. Оның ширек бөлігі деген ол бізде 4-тен 1-і, 4-тен 1-і жөке отырғызды.
Ал қалғандары үйеңкі отырғызды. Ал барлығы мектепте қанша оқушы бар дейді? 800 оқушы бар. Енді бізге қанша қайын, қанша жөке, қанша оқушы үйеңкі отырғызған табу керек. Бірінші, осы 800-ден не істейміз? 2-ден 1-ін табамыз. Оны табу үшін не істейміз? 800-ді 2-ге бөлеміз де 1-ге көбейтеміз. Сонда 400. 400 оқушы қайын отырғызған екен. Енді ширек бөлігі, яғни 800-ден 4-тен 1 бөлігі, яғни 4-ге бөлеміз. Қанша болады? 200. 200-ді жөке отырғызған екен. Ал қалғандары дейді үйеңкі. Қалғандары, яғни мына екеуін қосып аламыз, яғни 800-ден мына қайын мен жөкені отырғызған балалар санын алып тастаймыз. Сонда бізде қалғандары шығады. 600, 800-ден 600 алсақ 200. Сонда 200-і нені отырғызған екен? Үйеңкі.